қалай егоп мобайл қосымшасы арқылы кредитный историяны алуға болады. Қазір көрсетемін. Бірінші осы мобильді қосымшаны ашамыз, кіреміз аккаунтқа, басқа қызметтер дегенді басамыз, мкб дегенді басуымыз керек. Кредитный историяны алу үшін. Рұқсат беру дегенді басамыз. Бізде осы жерде кредитный история мен сақтандыру туралы ақпараттар болады. Менде қазір ештеңе жоқ. Яғни менде ешқандай кредит жоқ деген сөз. Кредиттің есебін жүктеу дегенді басатын болсаңыз, сізге сондай кредитный историяны жүктеп алсаңыз болады. Осылай міне. Телефонға жүктеу дегенді басамыз. Міне мына жерде менде ештеңе жоқ. Сақтандыру есебін жүктеу дегенді бассаңыз, сақтандыру есебі жүктеледі. Сізде қандай да бір страховка болатын болса, яғни сақтандыру осы жерден көрсеңіз болады. Кредиттеу дегенді басатын болсаңыз, мына жерде қосымша ақпараттар бар. Скролл бағалы, кредиттік есеп, кредит бойынша мәліметтер, кредиттер бойынша деп. Мына жерде міне ешқандай ақпарат жоқ. Жоқ болатын болса, демек сізде кредит жоқ деген сөз.